Быйыл тәуелсіздіктің 30 жылдығымен қатар бірнеше тарихи тұлғалардың да мерейтойы. 2020 жылдың 12 желтоқсанда Қарағанды қаласында тәуелсіздік лентасының тұсауы кесілген болатын. Акциясында ұйымдастырушылар білім мекемелері мен облыстық мекемелерде тәуелсіздік лентасын таныстырып, тарихи тұлғаларды насихаттады. Сенде өсіп көктедім, сені қорғауға беттедім. Ұлан байтақ жерім бар, пайдалы қазба кенім бар. Тәуелсізден Қазақстан көркіне көркі жарасқан. Тәуелсіздік таспасында 7 тарихи тұлға мен 4 тарихи дата және Қазақстанның картасы түрік қағанатының эталонында суреттелген. Лентаның ең басында тәуелсіздік алған 1991 жыл кітаппен шуақ шашқан құт бейнеленген. Одан кейін ғұндар мемлекетінің негізін салған Мөде қаған мен 552 жылы құрылған түрік қағанатының бөрілі байрағы суреттелген. Келесіде 1465 жылы Қазақ хандығын жасақтаған Керей мен Жәнібек хандардың бейнесі салынған. Одан әрі ұлы Абылай хан мен немересі Кенесары хан орналасқан. Тәуелсіздік бізге қанмен келді, ауыртпарлықпен келді, қиыншылықпен келді, қорқып баратып, біз елбасына тауып қалдық. Оған енді мыңдаған рахмет дейміз. Сол тәуелсіздігімізді сақтап қалайық, әлде болса күрес алдымызда көп. Лентаның төменгі жағында 1917 жылы құрылған Алашорда үкіметі мен оның төрағасы Әлихан Бөкейхан суреттелген. Сондай-ақ алтын адамның тұлғасы мен Қазақстанның картасы бар. Ал тәуелсіздік таспасын жиектейтін ұлттық ою-өрнек ұлттық мәдениетті сақтауға шақырады. Лентаны кеуденің сол жағына жүрек тұсына тағады. Тәуелсіздік лентасын қалай тағу керектігі YouTube желісінде анық көрсетілген. Бұл жоба қазақ халқының мұрасы кітаптар топтамасының ұлттық құндылықтарды насихаттауға бағытталған 24-ші жобасы. Жалпы биыл өздеріңізге белгілі 25-ке жуық тарихи тұлғаның мерейтойлары елімізде аталып өтуде. Жалпы біз енді алдағы уақытта бұл лентаны түрлі сала өкілдерімен кездесіп тарататын боламыз. Сонымен қатар білім ордаларында оқушылармен кездесіп, осы өзіміздің тәуелсіз елдің тарихы туралы айтып, осы тәуелсіздік ленталарын оларға табыстайтын боламыз. 2021 жыл тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойымен қатар түркі қағанатының билеушісі Білке қағанның туғанына 1340 жыл, Қасым ханның билік басына келгелі 510 жыл, Жалаңтөс Баһадүрдің туғанына 445 жыл, Абылай ханның туғанына 310 жыл. Оған қоса Қазақ хандығының қалыпқа келтірілгеніне 180 жыл, Әлихан Бөкейханның туғанына 155 жыл және Әлімхан Ермектің туғанына 130 жыл. Сонымен қатар тағы да басқа тарихи тұлғалардың мерейтойларына орай аталған акция білім ошақтары мен облыстық мекемелерде жалғасын тапты. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.